Barchaga salom do'stlar, sizlar men sport жаңалыктар videoni boshlamas burun arnaga tirkelib videoga like bosuvni unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалыктар tek qana bizde bo'ladi. Janqosh To'rarov желтоқсандагы жекпе-жегине катысты үндөө жарыялады. Экен достар, 1 minut kanalda arnada konkurs bo'ladi dostlar. Эгер konkursga қатысыңыз келсе или konкурс болууну кааласаңыз достар, комментарийга я деп жазып кетиңиздер. Осы видео 100 лайк жинаса мен конкурс жарыялайтын боламын. Конкурстун басты призи iPhone 11 Pro болот. Экинчи приз 20.000 теңге, үшінші 10.000 теңге. 30 декабрга дейін болады достар. Онда біз видеоны бастадық. Қазақстандық былғары қолғап шебері Жанқош То'раров Алматыдағы бокс кешіне қатысты мәлімдеме жасады деп хабарлайды. Жекпе-жек кешені 11 желтоқсан күні өтеді. Отандасымыз венесуэлалық Энрике Луиспен қолғап түйістірады. Қос боксшы IBO International белбеуін таласатын айты кеткен жон. Сонымен қатар Холл сол күні MMA шебері Арман Әшем кәсіпқой боксаға алғашқы қадамын жасайды. Дазин тарихында бірінші рет жекпе-жекті кеші Қазақстанда ұйымдастырылады. 11 желтоқсан күні Алматы аренаға келіп, бізді қазақтарды қолдап кетіңіздер, дейді То'раров. Мексикалық Альваресті 69 секундта құлатқан қазақстандық нокаутшы титулды айқасқа шақырды. Бірінші орта салмақтағы қазақстандық боксшы Батыр Жүкембаев өзінің келесі айқасын туралы хабарлады. Бұл оның еліміздегі алғашқы жекпе-жегі болмақ. 24 желтоқсан Алматы төрінде Саду Арена кешенінде кештің басты айқасына WBS Азия чемпиондық титулын таласқа түсемін деп жазыпты боксшы әлеуметтік желіде. Алайда Батырдың қарсыласы кім болатыны әзірге белгісіз. Еске салайық, кейінгі рет Жүкембаев былтыр желтоқсанда Манерлі қаласында шығып, мексикалық Хуан Хосе Мартинес Альваресті 69 секундта нокаутқа түсірген еді. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.